Так, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұрбек қаласының достар. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Короче, достар, бүгінгі видеода мен тағы да осы сурет сал деген ойынды ойнайтын боламын. Иә, достар, сіздерге өткен бөлімі өте қатты ұнаған болатын. 1800 просмотр жинапты. Так, біз тағы да қазір ойнайтын боламыз. Давайте. Крик, наверное, адамдармен ойнайтын боламыз. Короче, обязательно лайкты басып, подписка жасап кетіңіздер. 50 подписки сәл қалды. Короче, достар, келесіде не түсіремді білмей жүрсем, осы каналыма кіріп қалсам, осы видео дейтін 1800 просмотр жинапты. Сіздерге өте қатты ұнаған екен. Давайте енді осы видеоға да соншама просмотр жинап тастайық. Онда біз маяқта пайда болдық. Мистер Пентлиштің алдында қазір суретті салатын боламыз. Кім көрмеген болса, өткен бөлімді қарап келсеңіздер болады. Қазір біз енді сурет саламыз. Так, бір адам таңдап жатыр дейді. Так, кім таңдап отыр өзі? Әй, нормально зат таңдан. Саламай отпек құрсын, ят болып. Таңдасайшы дезей. Адам болар десеңіз. Выбранный рисунок дейді. Жаңа жыл дейді. Жаңа жыл саламыз, короче, енді елканы салу керек қазір. Оған бізге жасыл түс керек. Андай жасыл түс бар ма? Қой, осындай. Так, бірінші үстіп шыршаны салып аламыз. Так, осылай. Мына жерде үстіп саламыз енді. Так, қара түске бояймыз да, мына жерде қара емес қоңыр қоям. Короче, бірінші жасылға бояп алайықшы қазір. Мынаны аламыз да жасылға міне. Ой. Окей. Бір білген істеп жатыр ғой, короче. Мына үстіп алдық. Мына жерді кішкене бүйту білейін бір. Мына жерді кішкене бүйтіп жүру керек па, қоям. Үстіп. Так, мына жақты үстеміз. Жаңа жылдан. Үстіп, енді қара түс қоңырға ауыстырамыз кішкене бір. Міне. Үстеміз енді. Үстіп бояймыз. Так. Мындай жасыл түс керек та. Осындай болып тұрса әдемі екен, Осындай болып тұрсын. Так, үстіп қоямыз, енді подаркалар қоямыз. Так, мындай қызыл түс керек. Үстіп, подаркалар салып қоямыз. Мынау. Білген істеп жатыр. Енді қара түсті қоямыз, бүйтіп. Үстіп, мына ерте өтірік бірдеңе жасақ қойық, бүйтіп. Ят болмасын. Неше түрлі суретшілерді көресіздер қазір. Міне. Мына болмай қалды. Ойбай! Не боям мыналарды? Боя сал. Білген істен ме? Ойбай, көреген дауыс көтпезек болды. Кейбіреулер болады шығар, нормально шығар. Кейбіреулердің қарағанда нормально шығар енді біздікі де. Өзіміз ютубқа жетпейік. Так, мен бір затты ұмытып кеттім дедім. Жаман картинка, короче, өлет дейді ғой. Енді қазір көреміз. Мына мен ашып тұрмын ғой. Мынаған қалсы өттейік. Әдем саған құмналар. Қой, мен ұштым-ау демше. Мен ұшып тұрмын ona ерде примерно ше. Лучше рисун бермеймін мен ешкімге. Мен ұшпадым. Маған шошып кеткесің ғой. Награждаем всех 25 монетами. Давайте тағы қандай сурет береді екен. Бір стаблес дейтін. Біреу таңдайды. Бір қыз шығар.
соны таңдайтын. Мынау Изми Алекс. Ана жақта бір қыз тұр екен, короче. В общем, болмағыр адамдармен қалыппын. Так. Бәрі нормально ма? Так, нормально, да? Нормально. Не дейді? Закат дейді. Мән. Білгенін істеп атырып қазір. Мынандай оранжевый түс бар ма? Оранжевый түс қаяқтан маяқтарда бар еді ғой ішінде. Мынау мындай емес қой, не? Ё-моё, оранжевый түс таңдауда қиын екен. Болады, осы тұра берсін. Так, мына жерінде бірінші бүйтеміз ғой. Так, мына жерде енді біз жауып қоямыз, енді үстеміз, короче. Мына жақта бір ұзын тау салсам, үстіп типа тау саламын да. И таудың да көкке ойын да, кішкене ашық көкке. Мына осындайға. Ей! Мама кетті. Білген істеп отыр, короче. Так, енді түс. Бағана болды ғой оранжевый түс. Осы бола берсін онда да. Мына жерде енді бүйтіп күн батып бара жатқанды салайық. Күн батып бара жатыр типа. Үстіп. Енді мынаны бояу керек. Так, мынаны бояймыз да. Үстіп қойғанын, үстіп тұраттан күн. Күн дейтін сары болмай ма? Мен бүлдірдім түгел. Міне сары түс. Міне. Так, бол. Үлгірсем. Болдым. Аш кетпесе болды. Бітті мен. Кейбіреулер нормально шығар енді аналар. Бірақ бағанағы суретшілерді айтсаңдаршы, мен ұшып кетемін ғой осы қарасан. Мынаны жоқ қылу керек. Уже 3 адам қалдық па не? Анау адамдар ше 1, 2, 3, 4 адам қалыппыз ғой. Мен ұшып атпасам болды. Мен ұштым ау деймін, блин. Нормально салу керек еді суретті ше. Ойбай, видео қысқа болып қалатын болды ғой. Каутян дейтін ұшып кетті ал. Бейшара. Аны секіріп жанып атыр. Ой басты. Қасымдағы екен ғой. Жалмауыз. Қой, осы точно ұштым ау деймін мен. Азғантай қалды ғой. Ана екеуі де суретші мықты. Екеуі достар болса мен қол жереді да. Мен суретін әдем болса да мен дым істей алмай қалам да. Так, ненің суретін салды? Ракета? Так, қиынырақ болатын шығар, енді кішкене кеттік. Қараны істейміз енді. Саламыз, ақты бітеміз, короче. Типа жұлдыздар ғой. Қоямыз, істейміз. Домалақ қып салу керек, кішкене Үстіп, короче, енді зымыранның өзіне өтеміз да. Мына жерде үстеміз енді, короче. Бітеміз ғой. Бәлін, кеттім ғой мен. Так, үстеміз да. Енді мұнан үстіп қоямыз да, мұна жерін боя жереміз. И мұна жерін енді бір аққа бойық да. И сұрға бойық бір мынандай. Әдем болатын шығар енді. Міне. Так, енді бір қызылды аламыз да. Бүйтіп от сияқтыны үстіп. Үстіп шотқан сияқты типа. Так, үстеміз да. Үстеміз ғой. Үстеміз да. Үстіп қом. Болды, енді жұлдыздарды қою керек.
жұлдыздар. Мына жерде бір айнек салып қойсаң да болды. Айнек салып қоясың, короче. Так, мына жерде енді анақта күн салып қойдық, короче. Мына жақта күн тұрсын, типа. Ол сияқты күн. И бір где-то қаралау бір түспен. Где-то сұр түспен мына жерде өйстіп линияларды саламыз. И мына жерде бір так Меркурий қояп бірінші. Меркурий мындай түс қой примерно. Мынау бітті ме? Не дейміз, сөзге келейміз, короче, достар, сіздермен болған мен Нұрбекс. Сау болыңыздар. Короче, осындай сонда ошибка болып қалды, енді интернет ұстамай ма, короче, сондай. Сіздермен болған Нұрбекс. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.